Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздерге 10 соттық тегін жерге қалай өтініш берсек болады. Соңға бармай-ақ. Соны көрсететін болам. Google программасына кіреміз, egov.kz дейміз. Оның ішіне кіріп электронный правительство Республика Казахстана деген басамыз. Достар, мен сіздерге анық-қанық қылып, асықпай, жақсылап түсіндіріп өтетін боламын. Сосын астына басамыз. Жеке тұрғын үй құрылысы 10 сотық жер дегенді басамыз. Сосын онлайн сұраныс беру дейміз. Дауыстен ғарылдақ қапты. Жаздың күні мороженое жеп отырамыз. Ырза болып. Эцқи ключ дегенді басамыз. Мен сіздерге эцқи ключті қалай алу керек екенін, үйде отырып қалай алу керек екенін өткен видеомды көрсеткен болатынмын. Видеомды көріп өздеріңіз ключ ала алсаңыздар болады. Енді мына жерде өзім эцқи ключімді таңдадым. Открыть дейміз. Мына жерге кодымызды жазамыз. эцқиға берілген кодты жазамыз. Открыть батырмасын басамыз. Мына жерде мен туралы ақпараттар, подписаться дейміз. Подписать батырмасын басып тастадық. Бұл жерде 3 қадам. Көріп тұрғандарыңыздай. Мына бірінші қадамнан өтіп алайық. Өтініш түрі делінген. Бұл жерде бұрын берілген өтініштеріңіз, мынаны бассаңыздар, берілген өтініштеріңіз көрінеді. Бірақ біз бұған қазірше кірмейміз. Себебі мен әлі өкіметке ешқандай өтініш берген жоқпын. Сол үшін кезекке қою дейміз. Астына тіп біткізіп түсеміз. Мына жерде аймақты таңдаңыз делінген. Күшін жою дегенді басырмаңыздар. Мұқият қараңыздар. Аймақты таңдаймыз. Шымкент. Шарфінен бастаған соң ақырында тұрады. Астына түсе берейік. Шымкент республикалық маңызы бар қаласы деп қойды. Ой. Не қылдейді? Ал енді мына жерге өңірді таңдаймыз. Шымкент әрине үлкен қала. Мен Абай қаласы дедім. Абай қаласы бұл микрорайон Қазығұрт деген жоқ қой. Абай қаласы деп таңдадық. Сақтау дейміз. Мына жердегі мен бұрын тұрғын үй құрылысына өтініш бермегенмін деген птичканы ұрамыз. Астына нөміріміз жазамызды әрі қарай деп басамыз. Ал енді көрермендер, біз екінші қадамға келдік. Бұл жерде тағы эцқи ключіміз керек болады. Электрондық цифрлық қолтаңба дегенді басамыз. Шық еткізіп тез басып тастау керек. Бұл бітіп көп уақыттарыңыз алмайды. Ақпарат тасымалдағыш дегенді басамыз. Түрі флешкаға ұқсап тұр. Ал енді мына жерден рабочий столға кіреміз. Новая папка дейміз. Папканың ішінен жұмыс дегенге кіреміз. эцқи ключтарыңыз өздеріңізге оңай тез алынатын жерге сақтаңыздар. Мына жерге кодты енгіземіз енді. Открыть дейміз. Подписать дейміз. Мен туралы даналар шықты. Ал енді үшінші қадамға келдік. 12 күн ішінде беріледі деген маған бермейді.